Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қысқы жылыжайда қияр өсіру. Дәрістің жоспары: бірінші сұрақ қиярдың сорттық белгілері және өсіру ерекшеліктері. Екінші сұрақ қиярды қысқы жылыжайда өсіру. Үшінші сұрақ қиярды кәсек немесе пленка астында өсіру. Қияр Cucumis sativus асқабақ кукурбитаци тұқымдасына жататын Үндістан түбегінің тропикалық аймақтарынан, Үндістан, Қытайдың Бирма және Саунда архипелагынан аралдарынан Индонезия шыққан бір жылдық шөптесін өсімдік. Қиярдың сабақтары жорғалаушы тармақталған лианалар. Олар қырлы және түкті болып келеді. Жапырақ қолтықтарында мұртшалар, өркендер, жанама тамырлар және гүлдер пайда болады. Гүлдердің саны 3-15 дана аралығында қалқанша гүл шоғырына жиналған. Қияр бір үйлі өсімдік. Қиярдың көк түйнегінде сортына байланысты 0,5–1,4% ақуыз, 1,5–3,7% қант, 10–15 аралығында дәрумен бар, әртүрлі минералды заттар бар және 94–95% су болады. Қиярдың калориялылығы көп емес. Мысалы, 100 грамм қиярда 14 килокалорий болады. Бірақ дәмділік қасиеті өте жоғары. Белоктың тамақтың толық сіңірілуіне ықпал жасайтын ферменттері бар, ас қорытуды, жүрек және бүйрек қызметін жақсартады. Жемістері ащы гликозидті тудырады, кукурбитацин деген органикалық заттан. Егер өсімдіктер күйзеліске ұшыраса, мысалы құрғақшылық немесе суық сумен суару кезінде, оның мөлшері артады. Көптеген заманауи будандарда бұл гликозидтің өндірісі генетикалық деңгейде басылады. Қияр альдегиді немесе транс-2, цис-6 нонадиенал және 2 нонанеал жемістерге тән иіс және дәм береді. Қияр топырақ пен ауаның температурасына және ылғалдылығына жоғары талап қояды. Тамыр жүйесі небәрі 25–30 сантиметрге тереңдейді, ал жан жағына 50 сантиметрге дейін тарайды. Сабағы төселіп өседі, мұртшаларымен тірегіштерге оратылып, ол тік өсе алмайды. Бұл бір жылдық өсімдік. Бір өсімдігінде аналық және аталық гүлдер қалыптасатын қос жынысты ұялы өсімдік. Олар жапырақ қолтығында пайда болады. Аталығы саны деген 5-7 аралығында, ал аналық гүлдері біреуден, кейде екеуден пайда болады. Бірақ соңғы кезде селекционерлердің арқасында негізінен аналық гүлдер қалыптасатын сорттық шығарылды. Олар аналық типтегі сорттар деп айтады. Аталық гүлдер ашылғаннан кейін аналық гүлдер пайда болады. Олар бүйірлік бірінші және екінші реттегі сабақтарда орналасады. Негізінен жалпы сабақты бүйірлік өркендердің құрылуын тездетеді, шырпу қажет етеді, ерте өнім алуға ықпал жасайды, ал шырпылған өсімдіктердің жинақталығы оларды бір алаңда көбірек орналасуға мүмкіншілік береді де жалпы өнімді көтереді. Қиярдың жемістерін 3 түрге бөледі. Пикуль деп айтады. Ол 2-3 тәуліктік түйнек. Екінші түрі ол корнишон. Оны 2-ге бөледі. Бірінші және 2 топты корнишон деп айтады. Ол 4-5 тәуліктік түйнек. Үшіншісі зеленец немесе жасыл жеміс деп айтамыз. Олар консервілеуге стандартсыз жаңа түрде пайдалануға болады. Олар 9-12 тәуліктік түйнек. Қиярдың сорттарын келесі анықтау белгілері бойынша ажыратады. Бірінші, ол негізгі сабақтың ұзындығы. Олар деген қысқа болады, 60 сантиметрге дейін, орташа болады, 150 сантиметр аралығында, және үлкен немесе ұзын 150 сантиметрден жоғары. Екінші белгісі ол жапырақтары. Жапырақтары уақ болады, орташа болады және ірі болады. Үшінші белгі ол жатын, түйін, түтігі. Жай күрделі аралас бойынша. Түтік түсі ақ болады, қара болады және қоңыр болады. Төртінші белгі ол жасыл жемістің беті тегіс, уақ бүдірлі, ірі бүдірлі болып бөлінеді. Қиярдың жемістерін келесі түрлерге ажыратады. Ол пикуль. Пикуль деген 2-3
тәуліктік түйнек. Екінші түрі ол корнишон. Ол деген бірінші және екінші топты болып бөлінеді. 4-5 тәулік аралығындағы түйнек. Үшіншісі ол зеленец немесе жасыл жеміс. Ол консервілеуге, стандартсыз және жаңа түрде пайдалануға келетін жеміс түрі. Ол 9-12 аралығындағы тәуліктік түйнек. Павловтың қияр сорттарын 7 экологиялық типтерге бөлуі бойынша келесі экотиптер бөлінеді. Бірінші солтүстік орыс экотипі. Ол деген тез жеміс беретіннің беті уақ бүдірлі, қара түсті, түтікті болады. Ол мысалы Вязниковский 37, Муромский 36 деген сорттар жатады. Екіншісі ол орташа орыс экотипі. Ол орташа пісетін сорттары араласқан қара түтігімен ерекшеленеді. Үшінші ол оңтүстік орыс экотипі. Орташа кеш пісетін және кеш пісетін сорттары күрделі қара түсті түтігімен ерекшеленеді. Төртінші түрі ол ақ түтікті экотипі. Ол ақ тікенді сорттары біріктіреді. Оған деген салаттық, тасымалдауға жақсы, бірақ тұздауға жарамайтын. Өйткені олардың қабығы аз тұзды ертіндісіне аз сіңімді, сондықтан олар ерекшеленеді. Бесінші түрі ол шығыстық экотипі. Ол жемістерінің беті тегіс, жылтыр, жай және жатына қара түсті түгімен ерекшеленеді. Алтыншысы ол жылыжай экотипі. Олар деген қысқы және көктемгі жылыжайларда өсіретін сорттар мен гибридтер жатады. Оларға марфинский, апрельский гибрид деген сияқтылар жатқызуға болады. Және жетіншісі қиыр шығыстық экотипі. Олар түйіндері қара немесе ақ түсті түтік, ал жемістері зеленеці ірі бүдірлі беткейімен қалыптастырады. Оларға Владивостокский 155, Дальневосточный 27, Дальневосточный 6, Авангард сорттары жатады. Қиярдың гүлдері насекомдармен негізінен аралармен тозаңданады. Бірақ аналық гүл тозаңдатпай-ақ жеміс байлайтын партенокарптық сорттар шығарыла бастады. Оларға Зазуля буданы, Московский тепличный буданы, тағы да басқалары жатады. Партенокарпиялық қиярдың негізінен аналық типтегі гүлдері бар, кейде тек бір аналық және тозаңдатпай-ақ жеміс байлайтын партенокарптық сорттары шығарыла бастады. Оларға Зазуля буданы, Московский тепличный буданы және тағы да басқалары жатады. Партенокарпиялық қиярдың негізінен аналық типтегі гүлдері бар, кейде тек бір аналық болады және тозаңданбай жеміс бере алады. Жемістердің пішіні шар тәріздіден жылан тәріздіге дейін, олардың мөлшері де ауытқымалы 5 см-ден 70 см-ге дейін болады. Сортына байланысты түсі сүттей ақтан қою жасылға дейін болады. Ал жемістің сортына байланысты биологиялық пісуі 40-60 тәулікке дейін жетеді. Оларды бұл кезеңде тұқымдықтар деп атайды. Тұқымдықтардың түсі сүттей ақтан күңгірт қоңырға дейін өзгереді. Кейбір сорттарының тұқымдары торлы болып келеді. 1000 тұқымның салмағы 16-25 грамм аралығында болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Сол сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.